Қызым тек намазын оқып жүр, тек таң намаз оқып жүр. Толық оқу керек пе? Әлде үйленгенше таң намазын оқып тұруға бола ма? Қызыңыз жас қой жаным. Ол тез жаттайды. Ол ана үлкендер миына кірмейді, пока біреуін оқып жатқанда жаттасып кетеді, білмейді. Енді ол оңай ғой. Қыз бала жас қой. Аға, мен дұғаны іште айтсам, ол естіледі ма дейді. Аллаға ма? Алла жүрегімдегіні естейді жаным. Мен қазір маған сұрап отырмын, қазір осыны сұрайын дегеннен біледі. Уже не сұрайтыныңды алдын ала біледі. Сондықтан бәрін біледі. Кірпінің еті адал ма, арам ба дейді. Не болды? Қой, ешкі, сиыр, түйе, тауық, кепси бітті ме не? Кірпіні жеп не көрінді соншама жаным ау? Не болды ол? Неке махырдың орнына басқа заттан қымбат алып берсе не болады дейді. Сол махыр болады, сол махыр болады. Сен берген сыйлық сол махыр болады. Молдеке, сізді жақсы көреміз. Біз де сіздер жақсы көреміз. Алла сіздер жақсы көрсін, жаным, рахмет. Алла разы болсын. Қоянның еті адал. Қоянның етіне ешқандай талас жоқ. Бірақ қоянның мәселесінде екі мәселе бар. Бірінші мәселесі, қоянды бекерден бекер өлтіріп жей бермейді. Оған лицензия, мемлекеттің рұқсаты керек. Одан кейін оның көжектері жаңағы туған кезінде жеуге болмайды, арам болады, өйткені баласы бар оның. Ереже біріншісі сол. Екіншісі, үй қояны болғанша кейбір ғалымдардың ортасында талас бар. Кейбір ғалымдардың ортасында, үй қояндарының ортасында кішкене ғана талас бар. Ол орысша айтқанда непризнанный, бір-екі адамның айтқан ойы. Қояннан проблема жоқ. Үй қояннан әсіресе. Марқұм әкем түсіме кірді, көмек көрсеткісі келеді, бірақ бір нәрсе кедергі болып тұр, ол үзіліп кетеді түсім. Иә, демек сізде екі проблема бар деген сөз, сол марқұмға қатысты және өзіңізге қатысты. Құдай қаласа осы жақын арада программамыз қосылады. Мен өзім презентация жасаймын. Кеше ғана Тим Кук жаңағы айфонның презентация жасаған сияқты мен презентация жасап беремін, құдайым бұйырса. Қазір дайындап жатырмыз. Барлық детальдарын бұйырса түстің приложениесі болады. Сол жерден сіздерге тікелей жауап берілетін болады, иншалла. Түсіңізді жоғарылатып болады. Жастарды адастырып, қап-қара жамылып, мұсылман қыздар эфир жүргізіп отырады. Соларға тыйым жоқ па? Тыйым бар. Біразы уже мен білетін іс қозғалып жатыр. Бір-екеуінің уже кеше бүгін ғана видеосын маған жөнелтті, қарадым. Кешірім сұрап, мен осылай дін туралы жазған екем. Маған да комментарий жазғандардың біразын жауапқа тартылып жатыр. Солардың видеосын бәрін жинап бір күн саламыз. Сол кезде мен білмей қалдым деп айтатындар болады.